оплатить деп басқаннан кейін осындай окошко шығады. Содан кейін именно қандай төлем арқылы төлеуге болатын бұл жерде нелер бар. Так, MasterCard, Kiwi, WebMoney, PayPal осы төлемдер арқылы төлеуге болады. Мысалы Kiwi таңдаймын. Ең аз процент WebMoney екен. 2% комиссия ұстайды. Жерде 4%. Мына жерде 3,5%, 4%, 2%. Жерде 3,5%. Проценттерді ұстайды. Комиссия ұстайды. Так. Менде WebMoney'ден кошелек жоқ. Сондықтан Kiwi'ді таңдауға тура келеді. Содан кейін барып мына жерден Қазақстан өз елімізді тауып аламыз да, содан кейін номерді енгіземіз. Номерді енгіземіз. Содан кейін барып оплатить дегенді басамыз. Оплатить басамыз. Содан кейін төлем жасағаннан кейін сіздерге уведомление келеді. Почтаға келеді, электрон почтаға келеді, соткаға келеді. Сообщение болып, содан кейін барып кішкене бір 2-3 күннен кейін тауар складқа жетеді. Так, көрсетейін. Ол үшін тауар складқа келеді, төлем жасайсыз. Содан кейін барып ең алдымен данныйыңызды негізінде енгізесіз. Ең бірінші мен өзім мына жерде бір товарға тапсырыс берген. Бір товар келді, алдым. Мына жерде так, мой склад, личная информация деген бар. Личная информация кіресіз да, бүкіл данныйыңызды жазасыз. Мына жерде өзімнің данныйларым жазылған. Почта адресіңізді жазасыз. Так, информация об адресе деп тұрады. Осы адрес бойынша келеді. Мекен жай жазу үшін мына жерде бір не бар, давайте адресі деп тұрады, соны басасыз. Содан кейін өз адресіңізді, индекс номерді, номерді, мынаны бәрі обязательно керек. Осының бәрін тіркейсіз да. Осы адрес бойынша келеді. Осыны обязательно тіркеу керек. Так, енді мына жерде склад бар, Қытайдағы адресі. Осы Қытайдағы адресте осы складқа келеді. Тауар осы жерде тұрады. Осы жерде тұрады. Тауардың өзінің бағасына төлем жасайсыз. Содан кейін барып оның доставкасына отдельно тағы да төлем жасайды. Осы жерде тауар тұрғаннан кейін